Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге құрамына ешқандай ас сода, ашытқы қосылмайтын, өте жылдам дайын болатын ақ шелпектер дайындайтын боламыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Үстінен 1 шай қасық тұзымызды толтырмай саламыз. Тұзымыз ерігенше, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізіп, ұнымызды аз-аздан қоса отырып, қамыр илейтін боламыз. Видеомды толықтай қарамас бұрын арнама жазылып, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Міне, қамырларымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды 10 минутқа демалдырып қоямыз. Арада уақыт өткен кезде қамырымызды алып, майда 7 бөлікке бөліп алатын боламыз. Міне, барлығын бөліп алдым және дөңгелек форма жасап алдым. Қамырымызды ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен жұқалап жайып шығатын боламыз. Барлығын жайып алдым. Осыменен шелпектерімізді енді табамызды алып, отымызға қойып, үстінен сұйық майымызды құйып, шелпектерімізді майымыз қызған соң, екі бетін аудара отырып пісіріп аламыз. Ұзақ ұстаудың қажеті жоқ. Шамамен 2 минуттай әр бетін аударып пісіріп аламыз. Өте жылдам дайын болады. Қызартпаймыз, дәл осылай ақ күйінде пісіріп алатын боламыз. Барлығын дәл осылай пісіріп аламыз. Міне, осыменен ақ шелпектеріміз дайын болды. Өте жылдам дайын болады, әсіресе асығыс уақытта. Шелпектеріміз жұп-жұмсақ болып, арасы да толықтай пісіп шығады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Менімен болғандарыңызға алғысым шексіз. Каналымда көптеген қолжетімді рецептер бар. Қарап шықсаңыздар болады. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.